Жаздың күні масалар маза бермей, керемет демалыстың шырқын бұзады. Алайда оған бола көңіл күйіңізді түсірудің қажеті жоқ. Себебі бүгін біз сіздерге бұл кішкентай қанішелерден құтылудың оңай жолдарын ұсынамыз. Бірінші, хош иісті май. Қан соратын бунақденелілермен белсенді күресетін эфир майының түрлері лаванда, валериана, эквалипт, қастамақ, анис, жебір шөп, жалбыр, шай ағашы, камфоралавр, балқарағай. Аталған майлардың біреуін өзіңіздің иіс майыңызбен араластырып, теріңізге жағыңыз. Екінші, бөлме гүлдері. Жалбыз, мирт, гүлшетен, қастамақ секілді бөлме гүлдерін өзіндік хош иісімен масаларды улайды. Сонымен қатар қызанақ жапырағы да олардың алдын алуға көмектеседі. Үшінші, қалампыр қадалған лимон. Лимонды кесіп, ортасына қалампыр қадап қойыңыз. Бұл қосындының хош иісінен сізге ешқандай маса жоламайды. Терезеңізді ашып, тамаша ауамен демалып, алаңсыз ұйықтай берсеңіз болады. Төртінші, қылқан бүршігі мен арша. Табиғат аясында сізді масалардан қылқан бүршігі мен арша құтқарады. Оларды жанып жатқан отқа салсаңыз болғаны, масалар өздері иісіне шыдамай кетіп қалады. Бесінші, мойыл мен шетен. Егер далада жүрсеңіз, денеңіздің ашық жерлерін мойыл мен шетеннің жапырағымен сылаңыз. Сонда сізге ешқандай маса жоламайды. Алтыншы, лимон шырыны. Маса шаққан жерлерді лимон шырынымен суласаңыз, қызарғаны тез басылады. Жетінші, қасық. Алдымен қасықты ыстық суға салып, сосын маса шаққан жерге қойыңыз. Қасықты теріңізге қаттырақ басып, бірнеше минут ұстасаңыз, қышығаны қояды. Ал енді, құрметті көрермендерім, осы айтқан ақпараттар сізге пайдалы болады деп сенемін. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.